Mosaic Education платформасымен жұмыс жасап көрейік. Ол үшін интернетке кіреміз. Интернетте Mosaic Education деп теріп болғаннан кейін мына ең бірінші тұрған сайтқа кіреміз. mozaweb.com деп айтылады. Осыған кірген кезде бізде мына жерде 3D дегенге кірсеңіздер, негізі көп функциялары бар. Соның ішінде енді бізге сабаққа тиімдісі бүкіл барлық сабақты қамтитын 3D деген платформасы бар ішінде. Бұл жерде биология пәнінде, география, физика, химия, бүкіл барлық жердегі пәндерден енгізуге болады. 3D форматта сабақтарымызға видео материал пайдалансаңыздар болады. Мысалы, тарихты қазір таңдап отырмыз. Соның ішіне мынау Афина, яғни Акрополь дегеннің 3D форматтағы видеосын көргелі отырмыз. Осылай етіп загрузка болады. Загрузка болғаннан соң бізге мынау загрузка біткеннен соң бізге мынау осы белгіленген тетік жайында толық мағлұматты көруге болады. Мысалға, осы Акрополь қаламызды осыны біз жақындатып алуымызға, немесе алыстатып, ішін қалай не болған бәрін төбесіне мына мышканы ауыстыра отырып, бүйтіп осыны көре аламыз, айнала жүре аламыз. Афина қаласының жалпы осылай етіп үстінен көре аламыз, жақындатып көре аламыз дегендей. Келесі мына пропилен деген осы жайында айтатын болсақ, міне мынау жалпы кіреберіс жері туралы көрініс көрінеді. Парфенон деген одан мысалы міне мынау көрініс екен. Осыны жақыннан, алыстан мышканы ары бері жылжытып көрсе болады екен. Сосын Афина Паллада мынау ішіндегі мүсін жайында көруге мағлұмат алуға болады екен. Мынау где-то 12 метр биіктікті құрайды екен өзі. Сол сияқты міне мына жерде мысалға бұрынғы жағдаяты мен қазіргі кезде көрінісін көруге болады екен. Міне былай етіп ауыстырсақ уақытты. Соңында тапсырмалары бар екен. Тест түрінде мысалға осы жерден жердегі көрсетіп шығуға болады. Кіреберіс несі қалай аталады деген сияқты. Пропилен бағандай кіреберіс жерінде көрсетіледі. Осылай тапсырмаларды орындатып, Дмитрий архитекторы кім болған деген сияқты осылай етіп қарастырып шығуға болады екен. Міне осылай жұмыс жасайды екен Mosaic Education деген программамыз. Басқа пәндерді қарастыруға болады. Мысалы, физика пәнін ашып қарасақ, Эдисонның қызыл шамы деген сияқты кіретін болсақ, мысалға мынау арқылы, Gmail арқылы кірейік. Кейбіреуі тез көрсетеді, кейбіреуі жәрдемдей осылай етіп көрсетеді. Мысалға, қайсыны көреміз? Физикасындағы жәрдегі Эдисон шамы ғой, қарайын деп жатқанымыз. Жарайды, уақытты көп ұстамайын. Мысалға, Эдисон қызыл шамын қарайық. 3D-ні ашу десек, осы 3D жүктеледі бізде. 3D жүктеледі, сөйтемізде осы шамды кәдімгі 3D форматта көруге болады. Қазір жүктеліп болады. Жүктеліп болғаннан кейін осы туралы көруге болады. Так, жүктеліп жатыр. Жүктеліп жатыр. Біраз уақыт алады. Біраз шықсаңыздар, ол толық жүктеліп болады барлығы. Сосын сабақта жылдам көрсетуге болады. Қызыл шамның түрі, жақыннан, алыстан мышканы ары бері жылжыту арқылы көруге болады. Білтесінің жұмыс істеуі, қалай жұмыс жасайтындығын көрсетеді. Мысалға мынау. Сосын мына жұмыс істеу деген тетікті басатын болсақ, жалпы сипаттамасын береді. Мындай аңыз бойынша. Сосын
сосын мына жерде келесі Томас Эдисон жайлы көріністі былай жақындатып көруге болады. Бұл жерде де берілетін тапсырмасы болады. Сол тапсырмаларды орындап, осылай етіп 3D форматта көрсете отырып, әрі тапсырманы да орындатып алуға болады оқушыларға. Осылай жұмыс жасайды 3D